жаңа енді мынау жұмыссыздық деп жатсыздар, басқа деп жатсыздар. Бұл жұмыссыздық мәселесін жою мүмкін емес негізі. 2019-дан бері қарсақ бәрін Ержан Елшібаев деген арамызда сотталып кеткен азамат бар. Бәріңіз де білетін шығарсыздар. Осы жұмыссыздық мәселесін көтеріп, жастарға жұмыс істеп. Мен сол уақытта Бердібек Сапарбаев қазір өліп кетті, қайтыс болды. Сол әлеуметтік министр болып тұрған кезде мен осы жұмыссыздық мәселесі жөнінде мына жұмыссыздықты жою үшін біріншіден пенсия жасын түсіріңдер дегенмін. Мына адам жұмыста жүрген үлкен кісілер 57 жастан кетсін, ер адамдар, әйел адамдар 53 жастан жіберіңдер дегенмін. Союз кезінде жұмыссыздық деген болған жоқ вообще. Қазір мына егеменді ел болдық, итпен құсқа жем болдық деп, қазір жұмыссыздық мәселесі көбейіп кетті. Сол пенсияның жасын ұлғайтқанның кесірі соның бәрі. Пенсия жасын түсіру керек, сол уақытта жұмыссыздық жойылады. Одан бері жойылмайды. Сосын сіздер деген отырып алайық, әдемілеп халықтың құлағына теуіп, үйтіп алып дейсіз, бірақ істеліп жатқан нәтиже жоқ, мен соны көріп отырмын. Мына жаңағы біреулер грант дейді, мысалы, ақша дейді. Сосын мына үкіметтен мына екінші деңгейлі банк деген жоқ болу керек. Екінші деңгейлі банкты бірінші деңгейліге өткізу керек. Сонда ғана кішкене проценттің несі түседі. Мына 2%, 3% деген бәрі өтір. Мен бұл мәселемен де айналысқан уақытында жұмыссыз болып жүргенде. Үй залаппады, үй ғой үй. Мына қарапайым күнін құралмай, нан таба алмай, ақша таппай жүрген адам қайдан үй болады да? Ол қалай үй қояды залапқа? Оның бәрі өтірік зат мынау айтып жатқан. Жұмыс деген жасалып жатқан жоқ. Кеше мына жерде Нұрдәулет Кейдібай отыр міне, Өзенайгаздың басшысы. Алдында бір сөзді айтты ғой, ақша бар Өзенайгазда. Біз завод саламыз, фабрика саламыз деп. Өткенде БЖБ-ға келіп жиналыпсыздығында мен соны айтқанды мойындамай отыр. Мен өйтіп айтқан жоқпын дейді. Сен айтпағанда мен дәлелдеп беремін. Ютубта жүр ғой. Ауызбен емес жүрекпен сөйлейік, ақиқатты айтамыз, ақиқатты айтады деген. Қайда сол ақша? Завод, фабрика неге салмайды? Бұл басынан шығып басшының бәрі шығып кеткен жоғарыдағы басшы. Басшының дұрыс керек жоғарыдан. Мына жерге әкеліп, бүйдегі әкеліп, бидайдың ұн завод салып қойған, міне оның өнімі жоқ. Әр заттың өзін орын-орнымен салу керек. Бидай қаяқтан шығады? Он завод сояқта салынсын. Мына жерден мұнай шыға ма? Мұнайға қатысты мына жерден майы бар, аптолы бар, сәләкі, керосин, бензин шығады, завод салу керек мына жерден. Сонда мына жұмыссыздық мәселесі жойылады. Одан бері ешқандай. Сосын жаңа Айбек Қосыла 70 адамды қайтарып отыр. Сол 70 адамның спискісін беріңдерші маған. Беріңіз. Менің естігенім, ана 70 адам уақытша шықты, жемқорлықпен кірді парамен, артынан ұмытылғаннан кейін қайта кірді деп сол адамдар. Облыс әкімі алдап отыр ол қазір. Иә, оның бәрі өтірік. Мен талай адамды білемін мысалы. Дәлелдеп берсең, дәлелдеп те білемін. Қайсысы мен қасына еріп жүресіңдер. Қалай кірген адамдар білемін мен. Сварщик болып келеді, шофер болып жүреді. Электрик болып жүреді, оператор болып кетеді. Ондай болмау керек. Узкий мамандық деп алды ма, мамандық болып жұмыста жасау керек. Қандай мамандық кірді, сол жұмысты атқару керек. Менің айтайын деген осы жұмыстық мәселе жойылмайды бұл деген. Сол уақытта 4819 жылы жұмыстықтың саны тіркеуде тұрған. Қазір 10 мың бірдеңе болды дейді. Ертең 5 жылдан кейін ол 25 мың болады, ары қарай 30 мың болады. Пенсия жасын түсіру керек пенсияны. Пенсияға бүгін толды ма адам, ертең кету керек жұмыстан. Расчетын алып пенсиясына. Сол уақытта жұмыссыздық жойылады. Мен сөйлеймін. Жаңаөзен қаласының тұрғыны Нұрғалиев Нұрмағалиев. Бірінші қаланың әкіміне жаңа өзіңіздің докладыңызды оқыдыңыз. Өте әдемі ол докладты составить еткеніңіз. Қандай қиялмен жазғаныңызды білмеймін. Бірақ түбегейлі ар жағы өтірік оның сен жазған докладың бар. Қаланың ішінде қандай жолдарды көріп отырып, сосын жаңа ит жайлы айттың, иттің әлі көшеде қаңғып жүр, қалай адамға. Даже акиматтың алдында да жатырсың иттер. Сосын тағы да айтатын сейт келгелі Айбек, мына Жаңаөзен қаласы жаңағы докладыңа сәйкес емес, себебі сәйкес еместігін айтайын. Біздің қала қоқыстар толы. Қоқыс деген айлап жатады. Бұл қоқысты әлі ешкім барлап жатқан жоқ. Егер де оның қоқыстың қанша адамға зияны бар екенін, егер де осының барлығын есептейтін болса,
онда давно сен айбек кетіп қалады дегім келген қаланың әкіміне. Сосын тағы да біреуін айтайын, өткен жылы Сапаровскіде 8 адам өлгенде сен әлі орнында отырсың. Жалпы бір адам өлсе, үлкен ШП баяғы Союздың уақытында. Бір полкте бір солдат өлсе, командир полка жұмыстан моментально шақырады. Сен отырсың, себебі сен Ноғаевқа керексің, сен кәсіпкер, сенде ақша бар. Бізге ақша керек емес, бізге жұмыс жасайтын адам керек. Мына жерде. Жаңа Ноғаев сіз айтып отырсыңыз, 70 адамды босаттық жұмыстан деп. Өтірік алдамаңыз сіз. 70 адамның маған списогін әкеліп беріңіз. Сосын мен сізге айтамын. Айтқаныңыздың барлығы өтірік. Келесіңіз, 30 жыл болды біз уже мына сендердің сказкаңызды тыңдағанға, ертегілеріңізді. Енді айтқым келетіні, осындай жаңағы жұмыссыздықтарды, обычный осы мына жұмыссыздықтар қазір үлкен проблема де. Сіз мына жұмыссыздықтарды жоя алмайсыз. Жұмыссыздықтарды жоя алмайсыз, себебі сендер айтасыңыз, жалғыз түйір Өзенмұнайгазға кіргізу керек деп. Жақсы, келсем, Өзенмұнайгазға алмасаңыз, мекеме ашық. Ашық мекеме. Мына скважинды материалдарын Россияда миллиардтаған ақшаға аласыңыз. Неге біздің мұнайшы сварщиктер жасай алмай ма оны? Жасай алады. Себебі оның ар жағында сендер ақша жасап отырсыңыз. Бірдеңе миллиардқа алынатын